Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге сарайшық тиындары жөнінде сөз ететін боламын. Бұл жерде тұрған сарайшықтың тиындары және тиын сауыттары. Негізінен қазба кезінде табылған тиындардың материалы бұл жез мыс тиындар 13-14 ғасырға тиесілі. Жалпы сарайшықта тиын соғу ісі осы жерде жерленген Алтын Орданың ханы Мөңке Темір билік еткен тұспен сәйкес келеді. Бұл жерден табылған тиындардың барлығын бірдей сарайшықтың соғылымы деп атай алмаймыз. Өйткені сарайшық Ұлы Жібек жолы бойындағы маңызды қаланың бірі болған. Сол себепті Ұлы Жібек жолы керуенімен келген әртүрлі елдердің тиындары кездеседі. Солардың ішінде Ираннан, Хорезмнен, Үндістаннан, Қырымнан келген тиындар көптеп кездеседі. Жалпы тиын бетіндегі бедерлер бұл оның тиынның құнын көрсетпейді. Бұл бедерлер қай ханның кезінде соғылған тиын болса, сол хан өзінің мөрін таңбасын тиынға қойып отырған екен. Ал тиынды есептеу үшін дорбаларға салып салмағы бойынша есептеген екен.